бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Ұйымдастырылған оқу қызметі сауат ашу негіздеріне бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын көңіл күйімізді орнатып алайық. Шаттық шеңберін бәріміз бірге қайталайық. Біз бақытты баламыз, оқып білім аламыз, әріптерді үйреніп, білімді бала боламыз. Ендеше балалар, біз өткен сабақта қандай дыбыспен таныстық? Кәне айтайықшы. Дұрыс айтасыңдар, өткен сабақта біз н үнді дыбысымен таныстық. Н дыбысы сөздің басында, ортасында, аяғында кездеседі екен. Н дыбысының баспа және жазба түрімен таныстық. Өте тамаша балалар. Ендеше балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз мектепке жол. Л дыбысы мен әріпін өтеміз. Ендеше балалар, назарларында мына суретке аударыңдаршы. Қандай суреттерді көріп тұрмыз? Кәне бірге қайталайық. Лдан келетін лақ, лимон, лашын құсы, лала гүлі. Дұрыс айтасыңдар, осы суреттегі сөздерден бастапқы дыбысы қандай дыбыстан басталып тұр? Л дыбысынан басталып тұр. Дұрыс айттыңдар балалар. Ендеше балалар, қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сендер мұқият тыңдаңдар, жұмбақты бірге шешейік. Тастан тасқа секіреді, қалқиып қос құлағы, ойын болып көкірегі, аула оның тұрағы. Кәне ойланайық. Кім айтады? Дұрыс айтасыңдар. Лақ. Бұл жұмбақтың шешуі лақ. Лақ қай малдың төлі балалар? Лақ ешкі малының төлі, яғни үй жануарына жатады екен. Лақ деген сөздің бастапқы дыбысы қай дыбыстан басталып тұр? Кәне бәріміз бірге қайталайықшы. Лақ. Лақ. Дұрыс айтасыңдар. Л дыбысынан естіліп тұр. Ендеше балалар, тақтаға назар аударыңдар. Л дыбысының баспа түрі міне мынау. Мынау Л дыбысының жазба түрі. Кәне қолымызды ауада жазып бірге қайталайықшы Л дыбысын. Л-ның жазба түрі және Л-ның баспа түрі. Я балалар, осы Л дыбысы дауыссыз үнді дыбыс екен. Жақсы. Балалар, әліппе дәптерін ашып, ондағы бірінші тапсырмаға назар аударыңдаршы. Бірінші тапсырма, яғни лақты мектепке қысқа жолмен жеткіз. Суреттен Л дыбысы естілетін сөздерді тап. Кәне, қандай сөздер? Бірінші тапсырма бойынша лақ. Дұрыс айтасыңдар. Лақты осы қысқа жолмен мектепке жеткіземіз. Тапсырманы орындадық па? Жақсы. Екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Суретке сәйкес сызбаны тап. Сызып қос. Суретте балалар лақ. Одан кейін не тұр? Жол, қалам, көл тұр. Осы сызба бойынша біз қазір сәйкес суретті табамыз. Яғни бірінші суреттегі көл деген сурет, яғни сызбаға сәйкес көлге апарасыңдар сызбаны. Дұрыс таптық па? Дұрыс айтасыңдар. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударыңдар. Сен дайындық сыныбына қай жастан бастап келдің? Кәне балалар, біз даярлық сыныбқа қай жастан бастап келдік? Дұрыс айтасыңдар. Біз 5 жастан бастап даярлық сыныбына келдік. Ендеше 5 деген санды бояп қойыңдар. Осы сыныпта, яғни даярлық сыныбында 6 деген жасқа келген балалар бар ма? 6. Бірге қайталайықшы 6 санын. 6. 6 деген санда қандай дыбыс естіліп тұр балалар? 6. 6 деген санда ортасында 6 деген санда Л дыбысы естіліп тұр екен. Ендеше 6 деген санды да бояп қояйық. Жақсы, шаршаған шығарсыздар балалар. Ендеше бәріміз бірге сергіту сәтін орындайық. Кәне қайталаймыз. Ақ қанатты көбелек, көк қанатты көбелек,
Қызыл қанатты көбелек біздің үйге келе кет. Көбелек ау көбелек, мені өзіне ала кет. Жақсы балалар, сергіп қалдық па? Тапсырмаға аударыңдар. Л үнді дауыссыз дыбыс. Л әрпімен таныс бол. Таныстық па? Келесі 5-ші тапсырма балалар. Л әрпі неге ұқсайды? Бір күркеннің қарсы алдында тұрған ек. Қалдық біздер күркеме әлде лыма деп. Л дыбысы неге ұқсап тұр суретте? Күркеге ұқсап тұр, балалар? Жақсы. Болсақ, 6-шы тапсырманы орындайық. Л әрпінің бейнесін жасаймыз. 2-ші суретте Л әрпінің бейнесін таптық па балалар? Жарайсыңдар. Ендеше қолға қаламды алып, Л әрпінің баспа түрін жазып шығамыз. Орындадық па? Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі сабақтағы көңіл-күйлерің қандай болды? Мына смайликтер арқылы белгілеңдер. Сау болыңдар балалар.